Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын макви пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді, дәмі аузыңызда қалады. Ауызға салса еритін пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз алдымен жұмыртқаларымызды ағын сарысынан ажыратып алатын боламыз. 3 жұмыртқамызды осылай ажыратып аламыз. Енді жұмыртқамыздың ағына аздап тұз салып, миксермен жақсылап көпіртіреміз. Көпіртіре отырып, бір ас қасықтан құмшекерімізді салып отырамыз. Барлық құмшекерді бірдей салып жібермейміз. Аз-аздан салып отырып, жақсылап көпіртіріп алатын боламыз. 5 минут көпіртіреміз, кем дегенде. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай араластырып болғанымыздан кейін, ыдысымыз төңкерген кезде түспейтін болады. Осылай қою болып тұрады. Енді жұмыртқамыздың сарысына құмшекерімізді салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Және де майымызды бөлме температурасындағы майды қолдану керек. Мен майды кештеу алғандықтан сәл қаттылау болды. Сіздер ертерек алып, бөлме температурасында еріген сармай қолданыңыздар. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ауызда еритін, отбасыдағы барлығына бірдей ұнайтын тәттілердің бір түрі. Енді мінекей макымызды салатын боламыз. Егер макты ұнатпайтындар болса, салмасаңыздар да болады. Бірақ макпен әдемі көрінеді. Енді разрыхителімізді саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды аз-аздан салып отырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлығын бірдей салып жібермейсіздер. Аз-аздан салып отырып, қолға жабыспайтындай етіп жұмсақ қамыр илейсіздер. Қамырдың өз әдемі, өте нәзік, жұмыс істегенге өте ыңғайлы, жұмсақ қамыр болады. Енді асығыс болмасаңыздар, холодильникке 1 сағат қойып, содан кейін жайсаңыздар, өте әдемі жайылатын болады. Егерде асығып тұрсаңыздар, сразу салып, листімізге жайып пісіре берсек болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Барлығын бірдей шоқа етіп жайып алғанымыздан кейін, енді меренгамызды үстіне салып, біркелкі етіп онда жайып алатын боламыз. Меренгамыздың арасына жаңғақ немесе кептірілген жүзім салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен үйде бар заттардан жасадым. Келесі жолы ішіне салып, арасына салып көрсететін боламын. Өте дәмді шығады. Болғаннан кейін 180-200 градус духовкада 25-30 минут пісіп шығатын болады. Меренгалар аздап беттері осылай сынған болуы мүмкін. Ештеңе қылмайды. Өз сондай болып піседі. Енді креміне сливки, творожный сыр и сахарный пудра қосып араластырып алдық. Меренгамыз суығаннан кейін екіге бөліп, тең ортасынан арасына крем сүртетін боламыз. Дайындап алған кремімізді. Міндетті түрде пирогтарыңызды суытып, содан кейін сүртіңіздер. Егер де суымаған жағдайда кремдеріңіз еріп кетеді. Сүртіп болғанымыздан кейін 1 сағатта холодильникке салып қойсаңыздар, өте дәмді, өте нәзік, ауызда еритін пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ешқандай өкінбейсіздер. Және де жасаған болсаңыздар, комментарийге жазып, қандай болған айтып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Рецептерім ұнаған болса, арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар,
комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын.